Бүгінгі видеода артық салмақтан қалай арыламыз, ол үшін не жеу керек, видеоны соңына дейін қараңыз. Артық салмағыңыз бар ма? Ендеше бұл видео сіз үшін. Видеоны бастамай тұрып, достар, каналыма тіркеліңіз, қолдап каналды лайк басып, және де комментарияға сізде салмағыңыз қанша, сол туралы жазып кетсеңіздер. Мен комментарияны үнемі қарап отырамын. Арықтау көп жағдайда өте қиын процесс екені баршамызға белгілі. Арықтау процесі міндетті түрде нәтижелі болу үшін диетологтардың кеңестеріне құлақ салу қажет. Кәсіпқой диетологтар тез арықтау үшін дәрі-дәрмек қолданудың қажеті жоқ екенін баяғыдан ескертеді. Ең басты салауатты өмір салтын ұстаныз. Арықтаудың бірінші тәсілі тәттіден бас тартыңыз. Артық салмақтың бірден бір себебі тәттіден басталады. Газдалған сусындарды мүлде ішпеңіз. Газдалған сусындардың құрамына қайта-қайта шөлді арттыратын заттар кіреді. Ал бұл заттар денсаулықты құртып қана қоймай, артық салмақ қосуыңызға біршама өз үлесін қосады. Мұндайда ең пайдалысы үйдегі жемістерден өз қолыңызбен жасалған табиғи шырындарды ішіңіз. Егер шынымен арықтағыңыз келсе, тәтті және газдалған сусындардан, торттар мен кекстерден, жалпы тәтті атаулардың барлығынан бас тартқаныңыз жөн. Арықтау үшін не жеу керек? Көбірек жеміс-жидек жеңіз. Жеміс-жидектерде май жоқ, бірақ оларда көптеген дәрумендер бар. Сондықтан күніне 1-2 жеміс-жидек жесеңіз, сіз қарныңызды тойдырасыз. Осылай аштық сезімінен арыласыз. Бұдан басқа жеміс-жидектерде пайдалы көмірсулар бар. Олар арықтауға еш кедергі келтірмейді. Керісінше олар заттектердің алмасуына өте жақсы көмектеседі. Жеңіл желпі тамақтану. Негізгі тамақтану кезінде адам өзін тойдырмаса, көп уақыт өтпей қарнының ашуына әкеледі. Мұндай жағдай көбіне артық тамақтануына әкеліп соқтырады. Сол үшін түстік пен басқа да жеңіл-желпі астардан бас тартуға болмайды, бірақ олар пайдалы ас болу керек. Мысалы, ірімшік немесе көкөністер. Арықтаудың оңай тәсілдері. Теледидарды өшіріңіз. Егерде тамақтану кезінде теледидар қарасаңыз, өз салмағыңызға 40% калория қосатыныңызға күмәнданбаңыз. Француз диетологтардың айтуынша, бұдан басқа газет оқу, монитордың алдында отыру тамақты көп ішуге бірден бір әсерін тигізеді екен. Спортпен шұғылдану. Аптасына кем дегенде 3 рет спортпен айналысуыңыз қажет. Күнделікті 5 минуттық жаттығуларда тез арықтауға өте жақсы әсерін тигізеді. Кеудені жерден көтеру, жөйлеп отыру, тағы басқа, бұлардың барлығы заттектердің тез алмасуына ықпал етеді. Яғни қозғалып жүру керек және арнайы жаттығулар жасау керек. Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге физикалық күш салуыңыз қажет екен. Немесе 10.000 қадам жол жүруіңіз керек. Ғалымдардың айтуынша, баспалдақпен жүгіргенге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап етеді екен. Ұйқы мен демалу. Ғалымдардың айтуынша, ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон лептин бөлінеді. Бұл гормон миға барлық жақсы деген сигнал жібереді екен. Ал ұйқыңыз дұрыс қанбаса, басқа гормон түрі бөлінеді. Ол грелин. Бұл гормон миға организмде энергияның аз екенін жеткізеді. Соның кесірінен аштық сезімі туындайды. Грелин жай ғана аштық сезімін туғызып қоймай, организмнің сізден жеңіл-желпі емес ауыр тамақ түрін жеуді талап етеді. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлуіңіз қажет. Кем дегенде тәуліктік 8-9 сағат ұйқыға арнауыңыз қажет. Ішімдіктен мүлдем бас тартыңыз. Ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін айтпаса түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спирттік ішімдіктер денсаулыққа 2 есе зиянды әсерін тигізеді. Диета ұстаған кезде қандай тағамдарды жеуге болмайды? Май, сары май, қойдың майы, балық майы, тәтті тағамдар, ұнды тағамдар, кептірілген өнімдер, қуырылған тағамдар, жаңғақ. Қандай тағамдарды 2 есе азайтқан жөн? Бұршақ тұқымдастар, картоп, макарон, табиғи жеміс шырындары. Кейде фитнеске барып, қатаң тәртіп талап ететін диеталардың түр-түрін ұстасақ та, арықтауға қиынға соғады. Керісінше артық салмақ қосып алатын кездерімізде жоқ емес. Сондықтан ең басты адамның қалауы мен ерік-жігерінің күштілігі екенін ұмытпаңыз. Іске сәт, достар.